Бәне сәлем, кеше Volt курьерлік қызметінің 40 шақты жұмысшысы табысын азайтқанына қарсы наразылыққа шыққан еді. Одан кейін наразы курьерлердің жұмысы шектелгені белгілі болды. Енді желіде айда жексен сияқты Volt наразы курьерлерін бұғаттаса, мен Voltты бұғаттаймын деген қолданушылар көбейді. Олар тамақ жеткізуші курьерлерді сыйлайық деген хэштег таратып жатыр. Тіпті Алмас Серікұлы жұмысшылардың құқығын бұзса, олардың қазасында істеуіне тыйым салуға болмай ма деп отыр. Айгүл Әлиясова пандемия кезінде лайықты жалақы төленуі тиіс жұмыс қой, неге оларды кемсітеді деген екен. Ал Айри Асиева Volt компаниясы еңбек құқығын талап еткен адамдарды жұмысынан шығарып, елдегі протест идеясына көлеңке түсірді деген ойын жазыпты. Бірақ Айдан Кәріпжанов Қазақстандағы бәсеке нарығында жеңілген компанияларды үкімет құтқаруға құмар. Сол себепті курьерлеріне жұмыстау бере алмайтын компаниялар банкрот болуы керек. Оларды және олардың жұмысшыларын құтқарудың қажеті жоқ деп айтады. Дегенмен Исламбек Бекхожин, егер компания банкрот болайын деп жатса, наразылыққа шыққан курьерлерді ғана жұмыстан шығармай, өркениетті түрде бәріне түсіндіріп, қызметкерлермен мәдениетті қоштасқаны жөн еді дейді. Сонымен менде әзірге осы. Азаттық парақтарына көз қиығын салып, лайк басып, пікір жазып тұрсаңыздар қуанып қаламыз. Келесі кездескенше.